Алтайға көктем ерте келді. Аспанның апталап көз аштырмайтын долы бораны, наурыз туа, жынынан айырылған бақсыдай сап тиылып, соңынан жып-жылы леп ескен. Күнден аздана күлімдеп, күміс күні жамылған қырқалар бусанып жатыр. Жылғалардан сылаң қағып су ақты. Маңайдың бәрі сылық-сылық, былық-былық. Жылысайға жете алмастан көңілім алып ұшады. Шәрбәттің бұрында көп ойлаушы едім. Сақманға солардікіне баратын болғалы тіпті көз алдымнан көлбеңдеп кетпей қойды. Биыл біздің 9-шы сыныпқа Сақманға баратын болып, бәрімізді 2-3 топтан әрбір қойшыға бөлді емес пе? Ержан екеуміз Жылысайдағы махан қойшының еншісіне бұйырдық. Ержан, асықпа 2-3 күннен соң барайық, оған дейін моншаға түсіп дем алып дегендей деп біраз азғырғанымен, сен сөйт, екеуміз бірдей кергіп жатып алсақ, махан мектепте шағынып жүрер деп өп-өтірік қорыққан болдым. Шәрбәтті көруге ынтығып тұрғанымды сездірмеуге тырыстым. Әкеме де шөпке ортақ қылғанша бурылды Сақманға мініп кетейін деп қолға салдым. Шәрбәт өзгерді ме екен. Күзде қаладан шашын қидырып, көздің асты-үстін көк пемекек қып бояп келіп, бұлғақтап жүргенде сұлу еді. Оқуға түсе алмай қалғаны қандай жақсы болды. Фельдшер боламын деп қалада қаңғығаннан гөрі әкесінің қасында қойда жүргені тәуір емес пе? Қазір не көп, фельдшер көп. Оның үстіне қалаға кеткен қыздар қайтып оралып жатқан жоқ. Мен онды бітірген соң оқуға бара аламын ба, жоқ па? 2 жыл әскерің тағы бар. Бурыл сүрініп кетті де ойым кілт үзілді. Ащы шектей шұбатылып жатқан Жылысай осы тұста қарындай жайылып сала берді. Айналасы ат шаптырым кең жазықта қойшының қырық жамау ескі тоқал тамы жетімсіреп жападан жалғыз тұр. Одан әріректе ақшағалдай жарқыраған шатырлы қой қоры көз тарта мен мұндалайды. Ат дүбіріне естіп алдымен үй тұрды. Одан соң тоқал тамнан әлдегім жүгіріп шығып, қырдан құлдилап келе жатқан жалғыз салт аттыға телміре ұзақ қарады. Тайыншадай қара төбет арсылдай жүгіріп келді де, анадайдан өршелене үріп айбат шегіп тұр. Есік аузында менен көз алмай тесіле қарап тұрған маханның жалғыз ұлы Жолтай екен. Ассалаумағалейкум. Жолтай дауысын соза амандасты. Көкемдер үйде жоқ, тойға кетті, деді Жолтай асығып үсігіп. Мен аттан түсіп қол алып амандастым. Киізбен қапталған аласа ауыр есікті сықырлата ашып ішке кіргенімде, әдегенде будан ештеңе ажырата алмадым. Ала көлеңке үй іші ақ монша. Қалай қарар жүрерімді білмей, есік аузында бөгеліп қалдым. Жолтай кім екен келген? Шәрбәт үні құмығып естілді. Қыздың даусы шыққан жаққа барлай қарадым. Ақ тұманның ішінде басын жуып отырған қыздың сұлбасы көзге шалынды. Пеш дүрілдеп жанып жатыр. Үстіндегі беті ашық қара қазан сарқ-сарқ қайнайды. Иіс сабын мен хош иісі үй ішін жайлап алған. Жолтай сыртта ат байлап, мен қызбен амандасудың ретін таба алмай сипақтап қалдым. Бетіндегі көпіршіген сабынды алақанымен сипап салып, мен жақа сығырая қарады. Көзінің сабын ашытып жіберді ме, қайтадан басын шайып жатып, төлеш, адасып жүрсің бе, төрлет деп қуанышын жасыра алмай. Төргі үйге өтіп кет, аяғыңды шешпей ақ қой, жердің бәрі су. Төргі үй кең де жинақы екен. Есіктен төрге дейін оюлы сырмақ жайылған. Оң жақта кереует, одан жоғары үлкен сандық тұр. Сандықтың үсті толы жүк. Кереует тұсына ілінген сарғыш кілемнің жоғары жағында Шәрбәттің үлкейтілген фотосуретіне бірден көзім түсті. Жазда қалаға оқуға барғанда түссе керек, шашын қос бұрым қып өріп алдына жіберіпті. Мойыл қара көзден нұр шашады. Жүзінде жұмсақ жымиыстың ізі бар. Уылжыған шие ернін сәл қимылдатса болды. Маржандай аппақ тістері жарқырап күле салатын сияқты. Кешке қойды қоралап, қозыларын емізіп бөлек қамағаннан кейін үйге кіріп, Жолтай, Шәрбат үшеуміз жетілік шамның жарығымен отырып тамақ іштік. Жолтай тамаққа тойған соң мысықпен ойнап, өзімен өзі болып кетті. Менің екі көзім Шәрбатта. Қыздың ашық жүзі албырап, мойыл көзіне мейірім шуағы ұялаған, иығынан сәл төмен түсіп тұрған қою шашын әлгінде ғана бүйралап алған, еңкейіп кесесін қолына алған кезде шашы сусып бетін жаба қалады да, басын көтеріп, ширік саусақтарымен шашын сәндеп, қайта іліп алып, кейін қарай қайтадан
сайын сүйкімді кескіні одан әрі құлпырып көрінеді. Шәрбат бұрын тұнық қыз сияқты еді. Бүгінгі әңгімесі аузымның суын құртты. Мен келгелі қаладағы қызықтарын айтып тауса алар емес. Біраздан соң жолта есінеп, құсынап, қалғып шұлғи бастады. Шәрбат күлімдеп жүріп үстел жинауға кірісті. Әр қимылы, әр сөзі өз бойына қандай жарасымды. Ішіп жеп құмарта қарағанымды ұнататынды сияқты. Кейде көзіне көзім түйісіп қалғанда, көңіл түкпіріндегі қызу шоқты кесіп өткендей өн бойым өртеніп қоя береді. Үстелге жиналып болған соң қыз төсек салу қамына кірісті. Мен иығыма шолақ тонымды жамылып тысқа шықтым. Түн жып-жылы, ойдағы күршім жақтан майда леп еседі. Шіркін, осындай жылымық түнде Шәрбатпен қол ұстасып қыдырса ғой баяғыдай. Мен 7-ші кластамын, ол 9-шыда. Екеуміз кешке мектептен бірге қайтатынбыз. Шәрбат біздің көршінің үйінде тұрып оқыды ғой. Сонда күздің қара суығында, қыстың долы боранында, көктемнің мамық түнінде қол ұстасып мектептен бірге қайтушы едік-ау. Ол кезде мен аурушаң әлжуаздау едім. Жолда ұлдармен төбелесіп қалсам, шырылдап мені қорғаштап жүретін. Бурылдың алдына шөп салдым, жалын тарағыштадым, арқасын қақтым. Жолы болар жігіттің деген осы шығар. Махандардың тап бүгін тойға кете қалғанын қарашы. Шәрбатқа жасырмай сырымды ақтарайын. Бүгіннен соң ыңғайы келе бермес. Маған төр алдына төсек салып қойыпты. Сол жағымда жайма төсек. Жолтай пысылдап ұйықтап жатыр. Үй іші ұядай жып-жылы. Тез-тез шешініп, құс төсекке жантайып жатып, қарсы алдындағы қыздың кереуетіне ұрлана көз тастап қойдым. Менің шешініп жатуымды күтсе керек. Біраздан соң ауызғы үйден ыдыс-аяқты сылдырлатып бірдеңе істеп жүрген Шәрбат та жетілік шамды жалп еткізіп үрлеп өшірді. Үй іші тастай қараңғы. Шәрбат есікке соғылып қалардай елегізіп жатырмын. Осы кезде қыздың аяқ тықыры естілді. Ақырын басып төсегіне таяды. Сусылдатып көйлегін шешті. Басымды жастықтан көтеріп, демімді ішіме тартып, Шәрбат жаққа тесіле қарадым. Қараңғыға көзім үйренді, білем. Ақшыл көкірекшеммен тұрған қыздың жалаңаш сұлбасын ажыратқандай болдым. Айдың жоғына қарашы. Үйдің іші сүт сәулеге шомылып тұрса ғой, бәрін де анық көрер едім. Төлеш ақшыл көрпенің астына кірген қыз ақырын ғана сыбырлады. Қылмысымның тап үстінен түскендей селк етіп, басымды жастыққа сылқ ете түсті. Көзімді жұма қойдым. Әу, үнім дірілдеп шықты. Ұйықтаған жоқсың ба? Жоқ. Ұйықта, таңертең ерте тұрамыз. Қыздың назды үні тұла бойымда қызықтап өтті. Ұйықта деген бірақ ауыз сөз, ұйықтама дегендей бір түрлі жыл естілді. Қыздың төсегіне қарай еңбектей жөнелгім келді. Жұп-жұмсақ көрпенің астында қолымды жүгіртіп, қыздың мақпал білегінен ұстасам, сол сәтте қыз да екінші қолымнан шашымнан аялай сипап, іргеге қарай ығысып жатыр. Сан түрлі қиялға баттым. Өстіп жатқан уақытта қанша уақыт өткен байқамай қалыппын. Жолтай ұйқысырап былдырлады. Осы кезде сырттан үй тұрды. Ат тұяғының дүбірі естілгендей. Махан ағалар келген шығар. Әттең, бағанадан бері айтарымды айтып тастауым керек еді. Біраздан соң иттің жағы семді. Жым-жырт тыныштық қайта үйыды. Көп ұзамай терезенің әйнегі сырт еткендей болды. Кісі қақты деуге келмейді. Сайтан көбелек соғылған сияқты. Бірақ ерте көктемде қайдағы көбелек? Әлде шырт еткен пештегі шоқпа. Сөйткенше болған жоқ, терезеге тағы бірдеңеге сырт дейді. Қыздың кереуеті сықырлады. Міне, Шәрбат төсегінен түсті. Аяғының дыбысын сездірместен ауызғы үйге шықты. Шәрбат далада көп айналған жоқ, қайта кірді. Келіп кереуетіне жатқанда барып жүрегім орнына түсті. Махандар келмеген екен. Қыз да ұйықтай алмай жатыр. Менен сөз күтіп жүрген болар. Ештеңе айтпасам да талай сырды көзбен ұқтырып едім ғой. Ынтықтығымды сезеді. Бағана жатар алдында дастархан жинап жүріп ыңылдап ән салуы тегін емес. Үнінде сағыныш, мұң бар сияқты естілді. Үнсіз жата бергенім болмас, бірдеңе айтайын. Сөз түсінетін қыз ғой. Шәрбат дей бермекші болғанымда сыртқы есікті біреу ақырын ғана дыбысын білдірмей ашты. Мысықтай баспалап келе жатқан әлдегімнің аяқ тықырын естігенде тілімді тістеп қалдым. Жым ба, сайтан ба, тұла бойым сұп-суық болып кетті. Ұзын қара сұлба қыз кереуетінің үстінен төніп тұр. Шәрбат та қорқып үні шықпай жатқан шығар. Не де болса қимылдағаным жөн. Қара сұлба шешіне бастады. Жым ба, сайтан да емес, адам сияқты. Ентіккен демі абанық естіледі.
Шәрбат, деді Қарасұлба. Мен оны осылай атадым. Түссін деме, деді қыз. Төсек қаттырақ сықыр етті де Қарасұлба қыздың қойнына кірді. Өңім бе, түсім бе, жүрегім өрекпіп аузыма тығылды. Әлгінде ғана хан тағынан биік көрінген кереует аяқ астынан әждақадай суық тартты. Қорқыныштан ба, қызғаныштан ба, ызадан білмеймін, өн бойым безгегі қысқан жандай қалшылдап барады. Құлағым тарс бітіп қалғандай, көзім ештеңе көрер емес. Дәл осы күйде қанша жатқаным есімде жоқ. Бір кезде төсектерден сылқ-сылқ күлкісі естілгенде барып, кірпіктей жиырыла қалдым. Қыз, қойшы жаным, асықпашы, кейін дедім ғой. Қарасұлба, шыдай алар емеспін. Қыз, шыда, шын сүйсең шыдайсың. Қарасұлба, өйтіп қинамашы. Қыз, ұят қой. Қарасұлба, кімнен ұят, несі ұят? Балалар ұйықтап жатыр, ертеме кешпе бәрібір болатын нәрсе ғой. Қыз, аяғым ауырлап қалса қайтемін? Қарасұлба, алмай қояр деп қорқасың ба? Ертеңі алып қашайын. Қыз, о не дегенің жаным, сенемін, сенбесем құшағымда ашамын ба? Қарасұлба, сүйетініңді дәлелдеші, тап қазір дәлелде. Бұдан соң қыз бірдеңе айта бастап еді. Қарасұлба тұншықтыра сүйіп, сөзін аяқтатпады. Қыз кетәрісіз бұлқынған болды. Жаным, күнім, кейін деп едім ғой, өзім-ақ деп жалынған болды. Қолың қандай қатты еді, аллай, ауырттың деп. Тұра тұршы, тұншықтым деп. Бірақ осының бәрі Қарасұлбаны өршелендіру үшін айтылған мүлайым сөздей тұрпай естілді маған. Қарасұлба қыздың бұл сөздерінің қаперіне де ілген жоқ. Іштегі қыж-қыж қайнаған өрт, тамаққа кептелген өксік бұдан әрі шыдатпады. Көрпені серпе лақтырып, орнымнан ұшып тұрдым. Киім-кешегімді қолтығыма қыса сала, аузы үйге атып шығып, апыл-ғұпыл киіне бастадым. Төргейдегілердің сыбыр-көбірі сап тиылды. Алқын-жұлқын сыртқа шықтым. Түн тастай қараңғы, теріскейдің ызғырығы есіп тұр. Қара қатқақты шақыр-шұқыр еткізіп қораға келдім. Кең шарбақтың ішіндегі оттықтың қасында ерттеулі ат тұрып, Қарасұлбанікі екенін бірден білдім. Бажайлай қарасам айғыр екен. Біздің бие оқыранып айғырдың жанындадыр. Қаным басыма бірақ тепті. Бурылды жүгендеп ерттеп міндім де аяңдап қорадан шықтым. Бурыл жүргісі келмей айғырға жалтақтап қояды. Әкеңнің аузын сайқал деп қамшымен бурылды осып-осып жібердім. Мұны күтпеген бурыл тұра шапты. Қара төбет өршелене ұрып, бізді біраз жерге дейін ұзатып салды. Қара түнді қақ жарып ауылға қарай құйғытып келемін. Бетімнен сұп-суық жел осқылайды. Екі көзімнен жас парлады. Алыс сапарға жападан жалғыз аттанғандаймын. Алдым қара түнек, артым тас қараңғылық. Қараңғылықтан шығып, атымды қамшылап, қараңғылыққа асығып бара жатқандаймын. Қу жалған ай.